Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дауыстың бұзылу себептері туралы және де дауыс бұзылуын біз жалпы ғылыми тілде қалай атаймыз, осы туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге менің жаңа жылдық керемет сыйлығым бар. Мен сіздерге балалардың дауыс бұзылыстарын анықтайтын кітап сыйлығым келіп тұр. Кітаптың бағасы небәрі 1000 теңге. Айта кетейін, кітап орыс тілінде, бірақтан да балалардың дауыс бұзылыстары туралы толығымен ақпараттардың барлығы бұл кітапта қамтылған. Егер де кітапты алғыларыңыз келсе, онда менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Мен WhatsApp номерін описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден менің WhatsApp номеріме жазып, кітапты сатып аласыз. Негізінен дауыс патологиясы, яғни дауыстың бұзылуын біз ғылыми тілде екі терминмен атаймыз. Олардың біріншісі афония. Достар, афония дегеніміз бұл бізде сыбырлап сөйлеу сақталғанымен айқайлап немесе қатты дауысты көтеріп сөйлеу сақталмайтын дауыстың бұзылу түрі, яғни дауыс патологиясы десек болады. Сіз кейбір адамдар мысалға сыбырлап сөйлеген кезде өте анық, әдемі сөйлейді, бірақтан да олар дауысын көтерген сайын олардың дауыстары жоғалып барады. Яғни бұндай дауыс патологиясын біз афония деп атайды екенбіз. Келесі кезекте бізде дисфония. Дисфония дегеніміз бұл бізде жартылай бұзылған дауыс деп те атайды екен. Яғни бұл бұзылыстың жалпы афониядан ерекшелігі бұл жерде бізде әлсіз тембрмен ерекшеленіп тұрады және де дауыстың әлсіздігімен. Мысалға ол айғайлап сөйлей алу мүмкін, бірақтан да оның дауысы өте әлсіз шығады және тембрі да басқалардікі секілді болмайды. Сол үшін де бұл дауыс патологиясын бізде дисфония деп атайды. Достар, және де айта кетейік, негізінен бұл дауыс патологиясы ересектерде де, жастарда да, балаларда да кездеседі екен. Және де соңғы уақытта осы ғалымдардың дәлелдеуі бойынша қазіргі таңда ларингит ауруы бар балаларда көбеюде екен. Оның себебі негізінен әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға, алдыңғы видеоларда айтып кеткенімдей, дауыс аппаратын осы жасөспірім кезде немесе балалық шақта сақтамау салдарынан, немесе гигиеналық тазалықты сақтамау салдарынан осындай аурулар пайда болады екен. Сол себепті де қазірден бастап сіздердің балаларыңыз болса, немесе өзіңіз әлі бала жасөспірім болсаңыз, онда міндетті түрде өзіңіздің дауысыңызға көп күш салмаңыз. Және де өзіңіздің дауысыңызға, дауыс аппараттарыңызға кері әсерін тигізетін дүниелерді жасамауға кеңес беремін. Достар, тағы да айта кетейік, жалпы негізінен қазіргі таңдағы зерттеулер бойынша көптеген адамдарда осы дауыс аппаратының бұзылыстары, осының жаңағы афония, дисфония секілді патологиялар кездеседі. Бұл патологиялардың бізде көбінесе кездесетін мамандық иелері, олар мұғалімдер мен тәрбиешілер екен. Яғни оларды білесіздер, мысалға мұғалімдер, олар сабақ өтіп жатқан кезде айқайлап бірден дауысын көтеріп сөйлеуі мүмкін. Тәрбиешілер де солай, мысалға балаларға айқайлап дауысын көтеріп сөйлеуі мүмкін. Сол арқылы олар өздерінің дауыс аппараттарына зиян келтіреді. Мысалға, білесіздер, ол тәрбиешілердің дауыстары болсын, мұғалімдердің дауыстары, олар тез шаршап қалады, немесе олардың жасы барған сайын дауыстары өте төмен, яғни төмен тембрға түсіп кетеді. Себебі, мысалға, олар уақытылы сол дауыстарына күтім жасаған жоқ. Мысалға, олар шектен тыс қатты айқайлап қойды. Мысалға, айқайлау дегенде біз басқа видеоларда, менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, мен сіздерге осы диафрагмамен тыныс алу және диафрагма арқылы сөйлеу туралы айтқан болатын. Яғни сіздер егер де диафрагмамен тыныс алып, диафрагма арқылы дем алып, сонымен айқайлайтын болсаңыздар, онда сіздердің дауыс аппараттарыңызға ешқандай зиян келмейді. Ал егер де сіздер ол диафрагманы қолданбай, онымен тыныс алмай, тек қана өздеріңіздің осы дауыс аппараттарыңыз арқылы айқайлай беретін болсаңыздар, онда ол сіздердің дауыс аппараттарыңыздың тезірек шаршап қалуына, әлсіздікке ұшырауына алып келуі мүмкін. Осы ретте, жалпы алдындары мен сіздерге айттым, осы логопед мамандары сіздердің дауыс аппараттарыңызбен жұмыс жасайды деп. Және де қазіргі таңда жаңадан бір мамандық педагогиканың саласы пайда болған, ол бізде фонопедия деп аталады. Бұл фонопедия дегеніміз дауыс бұзылыстарын, дауыстың патологиясын зерттейтін сала болып табылады.
болады. Және де басқа, мысалға қазіргі таңда Қазақстанда білмедім, бірақтан да шет елдерде арнайы фонопед мамандар бар екен. Олар арнайы педагогика салаларын оқиды, және де оған қоса мысалға логопед мамандардың білімін де алады да, және де сол арқылы олар балаларға дауыстарын жақсартуға, олардың дауыс бұзылыстарын, дауыс патологиясының не себепті болғандықтарын анықтау үшін көмектесетін болады. Былайша айтқан кезде логопед маманның қызметін атқарады. Фонопед мамандар, олардың басты қызметі ол сіздердің дауыс аппараттарыңызды жақсарту, яғни сол үшін ол сіздерге мысалға көмейлеріңіздегі бұлшық еттерді жаттықтыруға, тыныс алу жүйесін жақсартуға арналған сіздерге жаттығуларды үйрететін болады, және де сол арқылы сіздердің дауыс бұзылыстарыңызды дұрыстауға көмектеседі. Достар, егер де сіздерге фонопедия саласы қызық болса, онда осы видеоның астына плюсик қалдырып кетіңіздер. Мен келесі сабақта сіздерге тағы да осы фонопедия саласы туралы толығырақ айтып кететін боламын. Және де менің видеом ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар, достар. Олай болса, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.